Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Мына біздің тауықтарымыздың кішкентай қорада тұр. Қоюға тура келді. Енді ана жерімізді басқа біреу сатып алған, сатып алып, сол енді осы жерде бағам ала бұйыртса. Енді уақытша, бұнда да уақытша тұрады. Енді өздеріңіз білесіздер, менде көп видео шықпай қалды. Қазір стройка жүріп отыр үйде дейтін. Сол себепті видеолар көп шықпайды. Әзірге видео осы. Ұнаса лайк басыңыздар. Тауықтарымыз осы. Мінекей, көріп отқандарыңыздай барлығы жүр. Шағын ғана өтірік қора жасап қойдым, уақытша тұрсын деп. Енді сосын өткенде айтқан қояндарымның көжектері міне. Көжектер 11 көжектен 8 көжек қалды. Біреуін таба алмай қалдым, біреуі қайда кеткенін білмей қалдым. Екеуі астында жатып өліп қалған. Енді өліп қалған, астында жатып. Әзірге осы видео. Бізде бір бұрамы тауығымыз басып жатыр. Мінекей, бүгін жатты бұрамы. Сол, енді осы қораға бүгін кеше алып келдім. Осы қораға бүгін бір бұрамым басып жатты. Алдыңғы жылда осы жерге басқан болатын. Бір өтірік қора жасап қойдық, енді уақытша. Осылай қылып, күні көргендеріңіздей кішігірім. Осы міне ешкілерге де бөлек отдельно жасап қойдым. Осы кішкентай ғана, просто бұлар таңертеңнен кешке дейін далада жайлы, тек қана осылай кешкі уақытта осы ішіне кіргізетін боламын. Мінекей, осы менде қазір стройка жүріп жатыр, көріп тұрғандарыңыздай. Алла бұйыртса мына жерге гараж бұзылғаннан кейін жаңадан қора салам. Үйім аман есен біткеннен кейін сіздерге күнде видео сүруге уәде беремін. Әзірге осылай. Әзірге осындай шағын видеолар түсіретін боламын. Анағыдай қолым тиген уақытта. Әзірге жақсы, сау болыңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Каналға жазылыңыздар. Әзірге осы, жақсы, сау болыңыздар.